Барлығыңызға қайырлы таң. Мен бүгін челленджімнің екінші күні осындай разговорный рилс және арықтау деген челлендж өзіме 10 күндік ұйымдастырғанмын. Әлі де жөндеп сөйлей алмай жатырмын, кешірерсіздер. Мен үйдің тірлігімнің үстіп көрсетемін каждый раз, және де үйде түске дейін не істейтінімді көрсетемін. Не тамақ жеймін, соны көрсетемін. Кімге қызық, подписывайтесь. Не жейтінімді сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Мен де өзімде Гербалайфтың өнімдері қалғаннан кейін соны ішіп біте салайын дедім. Мен негізі Гербалайфты ішіп жүргеніме 2 жыл болды. Сол уақытта мен 14 кило тастадым. Және де оны ішкеніме еш өкінбеймін. Ешқандай аңызға сенбеңіздер, ол толып кетесің, андай болып кетесің деген адамның барлығы өзіне байланысты. Бұл өмірде ешқандай чудо таблетка жоқ, аузыңа сала сап арықтай салдың деген. Әркімнің өзінің сила волясына байланысты. Сіз аузыңызға салып арықтататын дәрі болса да, ол егер де сіздің сила волаңыз болмаса, ешқашанда арықтай алмайсыз. Сол үшін бірінші адам өз-өзін тәртіпке келтіру керек, және дисциплина. Бір нәрсені қайталай бергенде адамда нәтиже болады. Және де Гербалайф қымбат дегенде адамдардың айтып жүргендері рас, шынымен де қалтаға ұрады. Сол үшін мен бұны кішкене үйдегі финансовый жағдайға байланысты тоқтатып қояйын деп жатырмын. Бірақ мен ПП тамақтар ішіп жүремін. Өз-өзім тастамаймын. Өзімнің армандаған 58 килограмыма Алла қаласа жетемін деп ойлаймын.